Атыраулық оқушы ақштағы үздік университеттің грантын ұтып алды. Зеректігімен топ жарған 12 сынып оқушысы Бақыт Өтеулиева. Енді ол студенттік шағын Нью-Йорк штатында орналасқан Корнелл университетінде өткізбек. Білімді өренмен тілшіміз Зейін Ерғали тілдесіп қайтты. Бүгінгі буынның арасынан суырылып шыққан Бақыт Өтеулиева Атырау қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы. Ол халықаралық дәрежедегі IELTS, SAT сынды тесттерден жоғары балл жинап, ақшта тегін оқу мүмкіндігін иеленді. Мұнда бойжеткен тамақ өнеркәсібі саласында білім алмақ. Бұл қуанышты хабар ата-анасы мен ұстаздарының мерейін одан әрі асырды. Университет ақштағы топ 20 университеттерге кіреді, және де ол өз оқушыларының тұлға ретінде дамуына үлкен мән береді. Оларда түрлі басқа индустрияда басқа компаниялармен, бизнестермен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Яғни тек теориялық білім алмаймыз. Осы теориядағы білімді практикада қолданамыз. Ата-анам жалпы қарсы болған жоқ, себебі қазір кезде менің апам, отбасының тұңғышы, Германияда оқып жатыр. Олар мені қайта қолдап, өте қуанды. Ал грант бөлген жоғары оқу орны Бақыттың барып келуін, тамағын, спорттық үйірмелерін өтейді. Әрі үй-жаймен, оқулықтар және басқа да қажеттіліктермен қамтамасыз етпек. Мұндай мүмкіндікке қол жеткізу бойжеткенге оңайға соқпаған. Оқпай озат болу үшін жастанып кітап оқып, өзгелерге қарағанда 2 есе аса ыждахатпен дайындалыпты. Ал қолы босай қалса, қайырымдылық шараларға атсалысып, волонтерлікпен шұғылданған. Шетелдік білім ордасы да осындай белсенділік үшін таңдап алған көрінеді. Бірнеше жыл мен Ерлан Күмескалиевтің Атырау маленькая страна атты ұйымына түрлі қолдау көрсетемін. Оның арқасында мен өте көп өмірлік сабақтарды үйрендім. Сонымен қатар менің Ерлан ағаға алғысым шексіз. Ол менің адам болып қалыптасуыма оң әсерін тигізді, және де мен үшін ол үлгі тұтатын тұлға. Ал қазіргі кезде карантин жағдайында мен осы хоббилармен уақытша қол үздім. Қазір көбінесе мен түрлі жанрда кітаптарды оқимын, және пайдалы диссерттарды дайындағанды жақсы көремін. Пайдалы диссерттардың ерекшелігі олардың гликемический индексі төмен болғандықтан, олар диабетпен ауыратын адамдарға пайдасы зор. Білімді жас өреннің алға қойған жоспары да көп. Алдымен ордалы оқуын ойдағыдай аяқтау, кейін кіндік қаны тамған жерге маңдай терімде тамсын деген мақсатпен Қазақстанға оралып, елдің дамуына үлес қосу. Зейін Ерғали, Атырау арнасы.